Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасы 2005 жылы оқырмандармен жұмыс жасай бастады. Бұл негізі осы елбасының өзінің бастамасымен арманы болған осы жаңа елорда астанамыз болғасын, астанамызда қазіргі заманға сай, заманғы технологиямен жабдықталған сондай кітапхана, электронды кітапхана болсын деген. Осы кітапхана бүгінгі күні бүкіл әлемге танымал кітапхана. 1.300.000-нан астам кітап қоры бар. Оның ішінде әрбір сала бойынша қазақ тілінде 80 тілге жуық бізде кітаптар бар. Тағы да айтқым келеді, біздің кітапханамызда өте сондай бір үлкен жоба бар. Ол Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана. Бүкілі осы біздің Қазақстанымыздың тарихы бойынша, Қазақстанымыздың жазушылары мен ақындарының, ғалымдарының бүкіл еңбектерін жинақтап, осы ұлттық электронды кітапханаға толық мәтінімен біз орналастырып жатырмыз. Авторлық келісім шартқа отырып, солай орналастырып жатырмыз. Бұл кітапханамыз бүкіл әлемге танымал, бүкіл әлемнен әрбір нүктесінен интернет арқылы кіріп, осы Қазақстан туралы, біздің экономикамыз, тарихымыз туралы әрбір азамат ақпарат алуға мүмкіндігі бар. Және де біздің ұлттық академиялық кітапханамыздың қызметі өте көп, оқырман үшін барлық жұмыстар жасалып жатыр, барлық жағдайлар. Бізде 15-тен аста оқырман залдары бар, астам оқырман залдары бар. Биылғы өткен жылы мінекей қаншама залдар ашылды. 11-ші ол мақтанышпен айталатынымыз біздің Абай залы, ғылыми Абай залы. Оған келіп бүкіл Абайдың еңбектері, Абай туралы жазылған кітаптар, солардың бәрі осы біздің залымызда орналастырылған. Және бізде ғалымдарға арналған залдар бар. Барлық оқырман деңгейлеріне бәріне қолайлы залдары осы кітапханада бар. Содан кейін тағы да бір айта кететін жайт, бізде құнды тарту деген жоба іске асырылып жатыр. Осы құнды тарту жоба аясында біздің кітапханамыз өте құнды кітаптарға ие болып жатырмыз. Оның бірі мінекей академик Мырзатай Жолдасбековтың залы бар бізде. 9.000-нан астам өте тамаша кітап коллекциялары берілген, сонымен қатар өзінің жәдігерлері. Осы кісі өзі өмір бойы жинақтаған кітапханасын кітапханаға беріп жатыр. Кітапханаға сол орналастырып, жеке зал ашылып, осы кітапханада бар. Және де бір үлкен қоғам қайраткері құнды тарту залы деп аштық. Сол залға 6.000-нан астам өте құнды кітап коллекцияларын сыйлады. Оның ішінде 7 ғасыр бойы жазылған Құран тәпсірлері бар. 20-дан астам Құрандар, Тора, Талмуд деген басқа да діндердің сондай діни кітаптары. Одан кейінді өте тамаша құнды кітап коллекциялары. Бір кітап коллекциясының қазір қалдым. Ол тек қана 3 дана осы әлемде бар. Біреуі Луврда, біреуі жеке коллекционерда, біреуі біздің кітапханада сақталған. Сондықтан осындай құнды тартулар бізде болып жатады. Және де академик Заки Ахметовтың жеке кітапханасы бізде орналастырылған. Кітап мұражайы ашылды. Әлемде сирек қана кездесетін кітап мұражайы бізде ашылды 2014 жылы. Сондықтан біз оны мақтанышпен айтамыз, өте ерекше. Бұл кітап көп кездесе бермейді кітапханада, кітап мұражайы. Сондықтан ол тек қана бізде бар деп айтамыз. Қазақстанда тек қана бізде бар. ТМД елдерінде Киев кітапханасында бар, Киевта бар. Басқа сирек кездесетін бұл сондай жоба деп айтуға болады. Және де біздің кітапханамыздың ең негізгі ресурсы біздің электронды каталогымыз. Бүкіл кітапханада бар қорымыз, сол электронды каталогқа енгізілген. Әр кім, әр оқырман, әр пайдаланушы кітапханаға да келіп, және де қашықтан біздің каталогтарға кіріп, өзінің керек кітабын таңдап, алдын ала заявка беріп, ол кітап келгенше ол кітап оған даяр тұрады.
Және де тағы айтуға болады, құжатты электрондық жеткізу қызмет түрлері бар. Ол біздің оқырман үйінде отырып электрондық почта арқылы бізге заявкасын беріп, біз оның сұранысын орындаймыз. Ол сұранысы біздің кітапханада болмаса, басқа кітапханалардан сұраймыз. Бұл бағытта біз Ресей кітапханаларымен жұмыс жасаймыз. Ресей мемлекеттік кітапханасының диссертация қорымен жұмыс жасаймыз. Біздің ғалымдар, магистранттар, академиктар келіп, біздің ғылыми залда осындай қызмет түрлерімен жиі пайдаланады. Және виртуалды қызметі бар бізде, анықтамалық виртуалды қызметі. Бұл тәулік бойы жұмыс жасайды. Әрбір оқырман, тағы да айтқым келеді, үйінде отырып, өзінің сұранысын сол виртуалды анықтама қызметіне жіберіп, тәуліктің әрбір уақытында біз ол кісінің электрондық почтасына жібереміз жауабын. Сондай мүмкіндіктер бізде өте көп. Келіп енді тіркелу жолдары да өте қарапайым, өте қолжетімді. Сондықтан қашықтан да тіркеліп қызмет алуға болады, кітапханаға да келіп қызмет алуға болады. Және де әрине біздің кітапхана, ғылыми кітапхана болғасын, академиялық кітапхана болғасын, үлкен-үлкен ғылыми шаралар өткізіп жатырмыз. Биылғы жылы біздің мінекей жылымыз өте осындай мерекелерге толы. Ол ең біріншіден тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы. Оны жылдың басында біз осы бірінші күндері атап өттік, үлкен кітап көрме ұйымдастырып, сол кітап көрме 4 бөлімнен тұратын кітап көрме бүкіл біздің тәуелсіздік шежіресі орналастырылған. Бүкіл жетістіктеріміз әрбір сала бойынша. Қаншама мемлекет бізді мойындап, біздің жетістіктерімізді қабылдап, бізбен бірге қуанып, шаттанып атқан қоғам қайраткерлері, елшіліктер болсын, басқа елдердің президенттері өздерінің еңбектерін жазып, елбасымызға деген тілектерін жазған сондай кітаптары да орналастырған. Елбасының өзінің еңбектері, сонымен қатар астанамыз қалай біздің құрылды, астананың шежіресі осы кітап көрмемізде орналастырылған. Алдымыздағы келе жатқан осы 2017 жылғы үлкен халықаралық Экспо 2017-ге де арналған біздің кітаптарымыз осы кітап көрмемізде орналастырылған. Биылғы жылы мінекей ЮНЕСКО-ның жариялауымен дәл бүгінгі күні мінекей өзіміздің қоғам қайраткері, ғалым, Алаш көсемінің бірі ұлы Алихан Бөкейхановтың 150 жылдығын бүкіл ел болып тойлайын деп жатырмыз. Одан да басқа енді биылғы мінекей Машһүр Жүсіптің атап өту жылы ол кісінің шығармашылығына, өмір жолына деген арнап бізді үлкен іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Сосын Ахмет Яссауидің қайтқанына 850 жыл болып жатыр. Оны да біз атап өтеміз. Сондықтан үлкен біздің сондай атаулы күндерімізді, атаулы мерейтойларын біздің қоғам қайраткерлерінің, ғалымдардың, ақын жазушылардың атап өтейін деп жатырмыз. Мұқағалидың 85 жылдығына арнап үлкен кеш ұйымдастырылды осында. Сондықтан сондай әрине біз елеулікпен, құрметпен сондай шараларымызды әрқашанда өткіземіз. Ол біздің қызметіміз, миссиямыз деп айтуға болады. Енді кітапханамызға әрине әрқашанда біз есігіміз айқара ашық. Кітапханамызға біз әрбір оқырманды шақырамыз. Кішкентай балаларға арналған шаңырақ залымыз бар. Мысалы, біздің оқырмандар келгенде өзінің балаларын да алып келіп, шаңырақ залына енгізіп жеріп, өздері оқу залдарына барып жұмыс жасауға мүмкіндіктері бар. Ол балалармен біз сабақ ұйымдастырамыз, кітапқа баулимыз. Біздің де жаңа болашақ оқырмандарымызды тәрбиелеп жатырмыз деп айтуға болады. Сондықтан барлықтарыңызға қош келдіңіз деп айтамыз да. Біз өте бақыттымыз осындай бейбітшілік елімізде, мінекей Қазақстанымызда дана президентіміздің басшылығымен өмір сүріп жатырмыз. Оған біз өте бақытты халықпыз деп санаймыз өзімізді. Көп рахмет сіздерге.